Барлықтарыңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Диана. Бүгін сіздермен вупи пай тортын дайындайтын боламыз. Ең алдымен видеоны соңына дейін көріп, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қолдап кетеміз. Ендеше бастайық. Ең алдымен құрғақ таза ыдысымызға жұмыртқамызды саламыз, оның үстінен қантымызды саламыз. Және миксердің көмегімен 2 есе көпіріп ұлғайғанша жақсылап араластыратын боламыз. Міне бізде жұмыртқамыз бен қантымызды араластырғанда осындай масса пайда болу қажет. Миксердің ең жоғары жылдамдығымен жақсылап араластырамыз. Одан соң сары майымызға шоколадымызды ерітіп, араластырып, жаңағы жұмыртқалы массамызға саламыз. Келесі кезекте біз құрғақ заттарды салатын боламыз. Електен өткізілген ұн, оның үстінен какао електен өткізілген міндетті түрде болу қажет. Және разрыхителімізді салатын боламыз. Осылай жақсылап араластырып аламыз. Және сұйық массамыздың үстіне саламыз. Бірден барлығын салмаймыз, бөліп салып, миксердің көмегімен жақсылап араластыратын боламыз. Миксердің көмегімен де, венчиктің көмегімен де араластырсаңыздар болады. Келесі кезекте қалған құрғақ массамызды саламыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Бізде тестамыз дайын болды. Келесі кезекте міне осындай әдемі жылтыр қою масса дайын болу қажет. Келесі кезекте біз форманы дайындайтын боламыз. Мен 20 сантиметрлік торт дайындаймын. Сосын осылай 20 сантиметрлік тавамызды аламыз. Осылай форма жасап алатын боламыз. Сіздер қанша сантиметрлік торт дайындайтын болсаңыздар, 25, 22 сондай сантиметрде алып, осылай форма жасап аласыздар. Менде бүгін 20 сантиметрлік торт. Осылай бізде форма дайын болды. Жаңағы дайын болған массамызды формамызға құйып аламыз. Бізде 4 корж дайындаймыз. Сол үшін 4 осылай форманы дайындап алатын боламыз. Өздеріңізге ыңғайлы болады және оңай құйылатын болады. Мен өзіме осылай жасаған ыңғайлырақ. Осылай барлық формаларымызды дайындайтын боламыз. Осы рецептпен жасап көріңіздер, өте оңай рецепттердің бірі. Кез келген қонақтардың көңілінен шығатынына сенімдімін. Дайын болған массамызды кондитерский мешокқа құйып аламыз. Кондитерский мешок көмегімен құйсаңыздар өте ыңғайлы және оңай құйылатын болады. Осы рецептпен, оригинал рецепт десек те болады, осы рецептпен заказ қабылдасаңыздар да болады. Видео ұнаса каналыма тіркеліп, лайк басып маған қолдау білдіріңіздер. Сіздердің қолдауларыңыз өте маңызды мен үшін. Келесі кезекте жаңағы дайын жасап алған формамызға осылай массамызды құйып шығатын боламыз. Осылай ең алдымен шеткі жағын құйып аламыз барлық массаға. Қалған осылай келесі екінші
кожымыздың шеткі бөлігін құямыз. Ең алдымен осылай 4 кождың да шеткі бөлігін құйып аламын. Қалған массаға барлығын ортасына құйып, кождарымызды дайындап алатын боламыз. Міне біз 4 кожымыз да дайын. Осылай қалған сұйық массамызды ортасына құйып, біркелкі етіп тегістеп жағып шығатын боламыз жайып. Қасықтың көмегімен жайып шыққан, біркелкі етіп жайған маған ыңғайлы. Осылай барлығын біркелкі етіп тегістеп шығатын боламыз. Видеода қиын болып көрінуі мүмкін. Өте оңай рецепттердің бірі, жасап көріңіздер. Міне біздің кожымыз дайын болды. Келесі кезекте 180 градуста 15-20 минутта кождарымызды пісіріп шығамыз. Міне біздің кождарымыз пісіп шықты. Барлық кождарымызды осылай пісіріп аламыз. Кождарымыз суығанша біз кремімізді дайындаймыз. Ең алдымен маскарпоне, салқын маскарпоне және оның үстінен творожный сырымызды. Менде Креметтенің творожный сыры. Үстінен қант ұнтағын, яғни сахарный пудрамызды салып, миксердің көмегімен ең алдымен жай жылдамдықта, одан соң барынша қатты жылдамдықта креміміз біркелкі қалыпқа келгенше осылай жақсылап араластырамыз. Келесі кезекте салқын 33-35% сливкимізді құямыз. Және тоже миксердің жай жылдамдығымен жақсылап араластырып шығамыз. Бір-біріне біріккенше. Бізде осындай жылтыр, өте керемет вупи пайымыздың кремі дайын болады. Қарап отқандағыңыздай өте керемет болып шығады осындай. Ең маңыздысы бұл жерде барлық заттарымыз салқын күйде болуы қажет. Сонда креміміз өте идеальный болып шығады. Суыған қамырларымызды осылай қағаздан алып шығарамыз. Бізде 4 кож пайда болуы қажет. Суығаннан кейін міндетті түрде алыңыздар. Ыстық күйінде алсаңыздар, өте жабысқақ болады қамырымыз. Келесі кезекте біз тортымызды жинайтын боламыз. Ол үшін осылай астына кішкене кремімізді жағып, оның үстінен бірінші кожымызды қоямыз. Келесі кезекте осылай шарик тәрізді етіп кремімізді құйып шығамыз. Қолды ең алдымен үйрету қажет. Бірінші тарелкаға немесе білмеймін басқа жерге қолдарыңызды үйретіп, бірінші рет істеп тұрсаңыздар, егерде қолды үйрету қажет болады. Шарик шығару ең бірінші рет істеп жатқан адамдарға қиынға соғуы мүмкін. Негізі вупи пайдың арнайы насадкасы болады, солмен құйсаңыздар да болады. Қарап отқандарыңыздай ол маңызды емес. Осылай кондитерский мешоктың басын 1 сантиметр қылып кесіп алып, 1,5 сантиметр қылып кесіп алсаңыздар, солай құйсаңыздар да, міне қарап отқандарыңыздай мен солай құйдым, ыңғайлырақ. Насадканың көмегін сізде құя шарик жасауға болады деген сөз. Және
ортасына осылай кремімізді жағып, келесі кезекте екінші коржымызды қоямыз үстіне. Шет-шетін осылай кішкене басып шығамыз. Себебі шариктарымыз кішкене шығады сол кезде басқан кезде. Осылай қатты баспаймыз. Кішкене басып шығамыз, біркелкі қалыпқа келтіріп. Келесі кезекте осылай тағы да шариктарымызды жасап шығамыз. Бұл торттың ерекшелігі осылай шарик кремдер арқылы көзге түседі. 4 коржымызды да осылай қойып шығамыз. Килограммына қарай жасасаңыздар болады. 3 коржбен жасасаңыздар да болады. Мен бүгін 4 коржбен өте биік торт жасадым. Міне біз барлық шарикті корждарымызды жасап алдық. Ең соңында 4-ші коржымызды үстіне қоямыз. Осылай оң жақ бетімен қоямыз. Келесі кезекте біз бетіне ганаш жасайтын боламыз. Ол үшін бізге осындай шоколад, молочный шоколад қажет болады. Қазақстан шоколад кішкене темный и молочный шоколад екеуін араластырамыз. Оның үстінен кішкене сары майымызды саламыз. Және сүтімізді саламыз да водяной баняда ертіп алатын боламыз. Міне бізде осындай шоколадты ганаш пайда болады. Міне бізде ганашымыз дайын. Ыстық күйде мүлде торттың бетіне құймаймыз, кішкене суытып аламыз. Жақсылап. Келесі кезекте тортымыздың бетіне ганашымызды құямыз. Қаншалықты көбірек суытсаңыздар, соншалықты қоюланады. Менде осы кезде кішкене асығыс болып қалғандықтан қатты суытпай ганашымды құйып жібердім бетіне. Сіздер олай қайталамасаңыздар болады. Міне барлық жеріне шоколадты ертіндімізді, яғни ганашымызды тигізіп жағып шығамыз. Өте дәмді торт. Менің балаларыма өте қатты ұнады. Мен торт жасайтын болсам, міндетті түрде 2 торт жасаймын. Біреуі заказға, екіншісі балаларыма. Осылай барлығын шет-шетіне тигізіп жағып шығатын боламыз. Келесі кезекте оформлениеге кірсеміз. Мен клубниканы осылай 4-ке бөліп алып қойып шықтым. Негізі оформление өздеріңіздің қалауларыңызша жасайсыздар. Өздеріңіздің үйде не бар, солмен жасасаңыздар болады. Немесе осылай шоколадты ганашпен де қалдырсаңыздар болады. Міне біз осылай клубникамызды қойып шықтық. Осындай шоколад қойдым келесі кезекте. Ең соңында кондитерский дүкеннен мен осындай корждардың үгітіндісін сатып алғанмын. Жан-жағына осылай сеуіп шықтым, кішкене әдемілік беру үшін. Бұл өте қытырлақ болып келеді. Шоколадпен және креммен жеген кезде өте дәмі үйлесімді болады. Сол
себепті осындай кожда қытырлақты сеуіп шықтым. Менде осындай оформление. Міне біздің вупи-пай тортымыз дайын болды. Оригинал рецепт. Сізде де жасап көруге кеңес беремін. Өте дәмді болып шығады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Видеом ұнаса каналыма тіркеліп, лайк басып қолдау білдіреміз. Сау болыңыздар, ас болсын.